Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен манты дайындаймыз. Бұл манты ерекше дәмді, малдың ішек-қарынан дайындалады. Қазір соғым кезі болғандықтан малдың ішек-қарынын тастамаймыз, оны тамақ қып іске асырамыз. Алдымен фаршын дайындап аламыз мантының. Оған фарш, еттің фаршы, мынау малдың ішек-қарыны, мынау бізде морков, сарымсақ, туралған сарымсақ, дәміне қарай тұз. Кім қалай жақсы көреді, дәміне қарай тұз және бұрыш қосамыз. Фаршымыз дайын, енді оны жақсылап араластырамыз. Қамырына 1 кәсе су, 1 қасық тұз, 2 қасық сұйық май құйып дайындап алдым. Қамырды өте жұқа емес және өте қалың емес, қалыпты қылып жаямыз. Енді осы дайын болған қамырды кесеміз мантыға. Мен осылай істеймін. Алдымен 2-ге, одан кейін тағы да бүктеп, одан кейін мөлшерлеп кесемін. Бір келкі болу үшін әрбір кесілген ұзынша кеспесек те ұзын болған қамырды осылай жайып аламын да, жайып алып бір келкі кесемін. Сонда бір келкі төртбұрыштар пайда болады. Мантымыз дайын болды. 40 минутқа қойып пісіріп алдық. Енді оны жеуге болады. Ішіне қарағанда осындай. Ішек-қарыны көрінбейді. Дәмі де сезілмейді. Өйткені ішінде морков, сарымсақ және ет бар. Соуспен салып жеуге болады. Балалар өте сүйіп жейді. Дәмді, өте дәмді. Сіздерге де кеңес беремін, осылай істеп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас дәмді болсын. Қош сау болыңыздар. Ұнаса лайк басып, мен каналыма тіркеліңіздер.